жүрек төрінен орын алған теңдессіз тұлға Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам өмірбаяны. Жалғасы. Жаннат. Осы сапарда пайғамбарымыз жаннат пен жаһаннамды көзімен көрді. Мына дүниедегі жақсылы-жаманды амалдарының күні ертең қандай сипатта көрініс табатынына куә болды. Інжу-маржан секілді сан алуан асыл тастармен, адам қиялы жетпес өрнектермен безендірілген ғаламат жаннат мекені пайғамбарымызға барлық көркемдігін паш етіп айқара ашылды. Ол ешбір жан көзбен көріп, құлақпен естімеген, адамның ой-қиялы жетпейтін таңғажайып әлем. Алла елшісі жаннат жауһарлары алдынан шыққан сайын таңданыс пен тебіреністің шырқау шегіне қалықтай берді. Осы кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам таңғажайып әуенді естіп, Жәбірейілден мұның не екенін сұрайды. Жәбірейіл оның жаннаттың дауысы екенін айтады. Расулалла құлақ салып тыңдағанда дауыстың «Уа Раббым, маған уәде еткендеріңді орындай көр, менің бөлмелерім жібектен тігілген әсем киімдермен, інжу-маржандарым, күмістерім мен алтындарым, жұмсақ төсектерім мен төсеніштерім, қымбат ыдыстарым мен көліктерім, бал, сүт секілді сусындарым мен мөлдір суларым көбейді. Енді уәдеңді орындап маған келетіндерді тезірек жібер деп жатқанын естиді. Әлгі дауыстың соңынан бір құдіретті үн көкті кернеп: әрбір мүмін кісі мен мүмін әйел, мұсылман кісі мен мұсылман әйел, маған иман еткен және елшімді мойындаған, әрдайым ізгі іс жасаған және маған серік қоспаған, менен басқаға бас имеген жандар көп кешікпей саған келеді. Менен қорқып көрсеткен жолыммен жүрген адамның сұрағанының бәрін беремін. Кімде-кім менен алдын ала қарыз сұраса, оған да қалағанын беремін. Кімде-кім маған тәуекел етіп, істің нәтижесін маған тапсырса, оның ісін соңына дейін жеткіземін. Өйткені мен жалғыз Алламын. Уәдемде тұрып, айтқанымды міндетті түрде орындаймын. Шүбәсіз, мүміндер ғана азаптан құтыла алады. Алла ең кәміл және мүбәрәк жаратушы дейді. Раббысынан алған жауапқа жаны жайланған жаннат: ризамын, уа Раббым, деп ілтипат білдіреді. Пайғамбарымыз алтын өзендердің үстіне салынған ғаламат сарайларда, жұмсақ орындықтарда отырған әлдекімдерді байқайды. Жанындағы қызметшілері зыр жүгіріп, қалаған тілектерін сол сәтте орындап жатыр екен. Айналасы хор қыздары мен ғылмандарға толы әлгі жандар мол нығметке кенеліп, рахат сезімге бөленуде. Әйтсе де, адамның қиялы жетпейтін осынау тамаша нығметтер ешбір жанды жалықтырмайды. Өйткені жеген сайын тағамдардың түсі де, дәмі де, иісі де өзгеріп тұрады. Бір-біріне мүлдем ұқсамайды. Осылайша дәмін татып көрген сайын жаңа ләззат, жаңа әсер келе береді. Пайғамбарымыз осы тұста жамағат болып жиналған жандарды көрді. Олар күнде егін салып, сол күні-ақ өнім жинайды екен. Жәбірейілден олардың кім екенін сұрағанда, ақиқаттың жолында күш-жігер жұмсап, Алланың атын ең жоғары мәртебелерге жеткізу үшін жанын, тәнін, қолындағы барын қиғандар екенін айтады. Олардың жасаған бір жақсылығы 7000 еселеніп қайтады. Алла үшін жұмсаған мал-мүліктерінің орнына дереу жаңасы беріледі. Өйткені Ұлы Рахман ризық беруде ең қайырлы жолды таңдаушы дейді. Мұнда су орнына бірінен сүт, енді бірінен бал ағатын өзендер бар екен. Олардың ішіндегі ең ірі өзендерін Ніл және Ефрат деп атайды екен. Бәлкім бұл болашақта исламның кеңінен қанат жаятын аймақтарын меңзеп тұрған болар. Алла елшісі бұдан бөлек көптеген нығметтерді тамашалады. Мол сый-сияпатқа кенелді. Кез келген адам осыншама ғаламат дүниелерді көзбен көре тұра,
зорлық-зомбылық пен қиындыққа толы Мекке тіршілігіне қайта оралғысы келмейтіні анық. Алайда Алла Расулы қайтадан үмбетінің арасына оралуды жөн көрді. Себебі ол күллі адам баласын иман ақиқатына қауыштырып, туған мекені жаннатқа әкелуді армандады. Үмбетінің арасында таухид калимасының екінші бөлігін айтудан жалтарып, өзін мойындамай жүргендердің ең құрығанда «Ля иляха илалла» деген асыл сөзді айтып, осы жерге келуін қалады. Көңілі күллі адамзатты бауырға басатындай кең еді. Сондықтан кімде-кім «Ля иляха илалла» десе жаннатқа кіреді дейтін. Оның жаратылу мақсаты да осы емес пе еді? Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бірінші болып жаратылса да ең соңында келіп, пайғамбарлықтың соңғы нүктесін қоятын ақырғы елші. Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бірінші болып жаратылса да ең соңында келіп, пайғамбарлықтың соңғы нүктесін қоятын ақырғы елші. Жаһаннам. Әлбетте, арғы әлемдегі барша жер жаннат сияқты таңғажайып емес. Жаннаттан шығып, басқа бір жерге келгенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қорқынышты дыбыстар ести бастады. Жәбірейіл мұның тозақтың даусы екенін айтты. Жаһаннам Алла тағалаға: «Уа Раббым, маған уәде еткендеріңді бер, түрлі аспаптарым мен арқандарым, жалындап жанған отым, ірің мен қан күннен күнге артып барады. Жанған отымның жалыны да алаулап тынар емес» деп жатыр екен. Жаннатқа жауап берген дауыс жаһанамға да: «Я, маған серік қосқан әрбір мүшрік әйел мен мүшрік ер кісі, мені мойындамаған әрбір кәпір, есеп беру күніне және кітапқа сенбейтін әрбір залым саған келеді, асықпа» деп үн қатты. Сол кезде жаһанам тынышталып: «Ризамын, уа Раббым» деді. Алла елшісі жан түршіктірер дауыс шыққан жаққа қарады. Адам жаны шыдамайтын көріністерді көрді. Оттың іші адам мен тасқа толыпты. Жалынның терең қатпарларынан қырылдаған бір дауыс: «Тағы бар ма, тағы» дейді. Осынау сұмдық азапқа душар болғандар жан-жаққа жүгіргенімен қашып құтыла алмайды. Денелері күлге айналып ұшып кеткен бойда сол мезет қайта қалпына келтіріліп отқа тасталады. Сонда азапталған тозақтық бейшаралар: «Ана дүниеге қайта оралар ма едік? Хақ жолды ұстанғанда мұндай азапқа душар болмас едік. Алла тағалам, ең болмаса бір күн азабымды жеңілдете көр. Топыраққа айналып кетсек қой» деп зар илейді. Бұлардың қасында тұрған жауапты забани періштелерінің жүзі тым сұсты көрінді. Кейбіреулерге күнге ұқсайтын от жақындатылды. Сол кезде адамдар қан, тер болып азап шекті. Қан мен іріңнен өзен пайда болып, солардың ішінде қинала малтып жүргендер жағаға шығуға тырмысып жатты. Бірақ жағаға жақындағанда оларға тас жаудырылды. Олар көмек сұрап ауыздарын арандай ашқанымен ауыздарына тас толтырылып, қан мен іріңнің ішіне қайта тасталды. Пайғамбарымыз бастары темірмен, таспен мыжғыланып, ауыр азап шегіп жатқандарға қарап Жәбірейілден: «Бұлар кімдер?» деп сұрады. Сонда Жәбірейіл: «Бұлар парыз намаздарын оқуда табандылық танытпаған, оны ескермегендер» деп жауап берді. Алла елшісі дүниеде мал-мүлкінің зекетін бермегендердің ірің мен зақым жұтып, жануарлар секілді сүйретіліп жүргенін көрді. Жетімнің мал-мүлкіне қол салғандар от жұтып, отпен дәрет сындырып азапталады екен. Ал аманатқа қиянат еткендер жүрген сайын арқаларын езіп, ауырлай түскен жүкті көтере алмай ыңырсиды. Фәни дүниеде бүлк шығарғандардың аузы қисайып, тілі салбырап кеткен. Кінәсіз адамдарға жала жауып, залымдардың қолына тапсырғандардың да халі өте мүшкіл көрінді. Қарны өздерінен бірнеше есе үлкен, аяғын баса алмай, орнынан қозғала алмай жатқан адамдар да жоқ емес. Жәбірейіл бұлардың ақшадан ақша жасауды әдетке қылып, өсіммен айналысқандар екенін айтты.
алдарында таза, дұрыс ет тұрғанда анадай жердегі шірік сасып кеткен етті жеп жатқан адамдар пайғамбарымыздың назарын аудармай қоймады. Сөйтсе, бұл адамдар Алланың халал етке ләззатымен қанағаттанбай, харамға бой алдырған зинақорлар екен. Келесі жердегі тобыр алдамшы ойын-сауықтың тұзағына түсіп, оны тұзаққа басқаларды да тартып, бұзық адамдардың көбеюіне сеп болған және ар-намысты адамдардың қарғысын алған әйелдер екен. Олар ел-жұртты тұзаққа түсіру үшін қолданған дене мүшелерінен асылып, азапталып шыңғырып жатты. Сидратул Мунтаха. Бұдан кейін пайғамбарымыз Сидратул Мунтахаға көтерілді. Ондағы сый-сияпатты көзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Бұл имкан, мүмкіндік мен ужуб бар болу арасында орналасқан қасиетті мекен. Осы тұсқа келгенде пайғамбарымыздың қасында Жабірейіл періште де болмады. Өйткені бұл айрықша кеңістіктегі харам мекені іспетті киелі әлем. Дүние жаратылғалы бері бұндай құдіретті сый-сияпат ешбір жаратылыс иесінің бақытына бұйырмаған. Адамзаттың ардақтысы саллаллаху алейхи уассалам осынау харам мекенінің алғашқы және ең соңғы қадірлі қонағы болды. Мұнда Алла елшісі тағдырды жазатын қаламды көріп, тағдыр жазылып жатқан қаламнан шыққан дыбысты да естиді. Бұл Қаба Қаусани әу әдна деген мәртебе еді. Пайғамбарымыз кеңістік әлемінен өтіп, мекенсіздікке сапар шеккен. Бұл Алла тағалаға барынша жақын болған уақыты еді. Осынау ғаламат мәртебеге жеткеніне қарамастан, Алла елшісі масайрап шалқымады. Сабырлы қалпынан жазбай, салмақтылық таныта білді. Құран осы оқиғаны әңгімелегенде, Алла елшісінің көзі асып саспады, һәм басқа жаққа таймады, көргенін анық көрді. Сондай-ақ көру шегінен де ары аспады, яғни елес көрмеді. Шүбәсіз, ол Раббысының ең үлкен аяттарының, яғни Раббысы жаратқан ең әуелгі таңғажайып жаратылыстардың бір бөлігін көрді дегенді айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жанатта мүміндерге уәде етілген Алланың жамалын, нұрлы бейнесін көріп, кеңістіктен тысқары осынау тұста рақымды Раббысымен ешбір дәнекерсіз дидарласты. Бұдан бұрын Әзірет Ибрахимді достығына бөлеген Әзірет Мұсаға көркем сөйлеу қасиетін сыйлаған ұлы жаратушы пайғамбарлардың сұлтанын да өзінің сұлулығын көрсету арқылы қуантып, сүйікті елшісінің хақтың құзырындағы орнын осы мұғжизамен байқатты. Дәнекерсіз келген бұйрық намаз. Миғраж уахидің ешбір дәнекерсіз тікелей түскен жері. Мүміндер үшін ең қасиетті парыз саналатын намаз осы жерде бұйырылды. Үмбеттің миғражына баланған намазды алғашында Алла тағала күніне 50 рет оқуды парыз етті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ұлы міндетті мойнына алып кейін қайтты. Қайтар жолда Әзірет Мұсамен тағы жолықты. Мұса, Раббың үмбетіңе нені парыз қылды деп сұрады. Алла елшісі 50 уақыт намаз деді. Исраил халқын тура жолға бастауда талай тәжірибе жинап ысылған Әзірет Мұса, Раббыңа өтініш жаса, бұл жауапкершілікті жеңілдетуін сұра, өйткені сенің үмбетің үшін бұл өте ауыр. Мен де Исраил халқына осы секілді парыздарды орындата алмай қиналдым деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қасиетті алақандарын жайып, уа Раббым, үмбетімнің бұл жауапкершілігін жеңілдет деп дұға етті. Осыншама сый-сияпатқа ие болған қадірлі құлдың қалауы да орындалды. Жауап ретінде келген хабарда намаздың 5 уақытқа қысқартылғандығы баяндалды. Әзірет Мұса пайғамбарымызға үмбеті үшін осының өзі ауырлық қылатынын айтты. Сол кезде пайғамбарымыз қайтадан өтініш жасап, намаз тағы 5 уақытқа қысқартылды. Осылайша
намаз күніне 5 рет болғанға дейін Раббысына өтініш жасап, өтініші орындалып отырды. Әзірет Мұса мұның өзі үмбетіне ауыр болатынын айтып еді. Расулалла шексіз мейірімді жаратқан иесіне тағы қол жаюдан тартынды. Сол кезде Алла Тағала: «Уа Мұхаммед, тәулігіне 5 уақыт оқылатын намаздың саны бұдан әрі өзгертілмейді, бірақ оның бір ракаты 10 ракатқа тең болады. Осылайша барлығы 50 ракаттың сауабы беріледі. Кімде-кім бір жақсылық жасағысы келсе, оны жасай алмаса, бір сауап алады. Ал кімде-кім жақсылық жасағысы келіп, ол сол мақсатына жетсе, кемі 10 сауап алады. Кімде-кім бір жамандықты ойлап, бірақ оны іске асырмаса, онда жазаланбайды. Егер де сол ойлаған жамандығын жасаса, онда оған тек бір ғана жамандықтың жазасы жазылады», деді. Қайта оралу. Ғаламның рақым нұры саллаллаху алейхи уассалам миғражда көрген небір ғаламаттарды үмбетімен бөлісу үшін мына дүниеге қайта оралды. Бұрындары көңілмен қалтқысыз сенген нәрселерін енді көзбен көріп толыға түскен. Адамзатқа айтары да мол екені анық. Меккеде пайғамбарымызды сол баяғы қиын қыстау күндер күтіп тұрды. Миғражға бізге түсініксіз сырмен көтеріліп, Жабірейіл періштенің өте алмаған шегінен ары асып, кеңістік әлемінен бір жола шығып, Раббысынан тікелей уахи алып келуі бір жаңалық болса, сол әлемнен жер бетіне қайта оралуы өз алдына таңғажайып мұғжиза еді. Мұның бәрі бір түннің ішінде қас қағым сәтте жүзеге асты. Алла елшісі таң атысымен басынан өткендерін айналасындағы жақындарына айтудан бастады. Мұны естіген Үммі Хани анамыз қатты үрейленіп, бұл әңгімені ешкімге айтпауын өтінді. Тіпті тұрып жатқан пайғамбарымыздың шапанының шалғайынан ұстап, сыртқа жібермеймін деп жабысты. Атарға оқ таба алмай жүрген кәпірлер мына әңгімені естісе, тіпті өршеленіп кетер деп қорықты. Бірақ адамзаттың қастығынан қорқып, Алланың аманатын жерге тастар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам емес. Аллаға ант етемін, мұның бәрін ашық айтамын деп Раббысының жіберген сияпатын жұрттан жасыруға болмайтындығын айтты. Амалы құрыған Үммі Хани анамыз қызметшісін шақырып: «Расулалланың ізінен еріп бар, жұрттың не дейтінін байқа, келіп маған айтарсың» деп қала берді. Екі керуеннің куәлік етуі. Алланың құдіреті барлық нәрсеге жетеді. Пайғамбарлық міндетін жүктеген сүйікті құлына осындай сапар сыйлай отырып, адам баласына өз құдіретін көрсетіп, пенденің қиялы жете бермейтін әлемнің де бар екенін паш етті. Алла қалаған нәрсенің бәрі орындалады. Ғаламға мейірім нышаны ретінде жіберген соңғы пайғамбарын саллаллаху алейхи уассалам міндетті түрде жеңіске жеткізеді. Осылайша ешбір пайғамбарға нәсіп болмаған алуан түрлі нығметтерді көрсетіп, үмбетіне оның хақ алдындағы орны мен абыройын танытты. Расулалла саллаллаху алейхи уассалам Мекке халқына миғраж оқиғасын айтқанда жұртшылық әңгімені «Сөзіңді растайтын қандай дәлелің бар?» деген сауалдан бастады. Бұл шын мәнінде Алланың сыйы еді және бұны түсіну үшін берік иман қажет. Аллаға деген сенім мықты болмаса, бұны түсіну мүмкін емес. Өз көзімен көрмеген нәрсеге күмәнмен қарайтын адамдарға солардың тілімен түсіндіру үшін Алла елшісі: «Бұның белгісі пәлен деген тайпаның пәлен деген жерге тоқтаған керуені. Мені көргенде сол керуендегі бір түйе үркіп қашып кетті. Мен сол түйе тұрған жерді көрсетіп, оны табуға көмектестім. Сонан соң Шам жаққа қарай беттеп бара жаттым. Біраз жүрген соң кері бұрылып, Дажинан тарапына бағыт алдым. Мұнда пәлен деген кісінің керуенін кездестірдім. Олар сол жерге аялдап тынығып жатыр екен. Тіпті бетін шүберекпен жауып қойған ыдыстарынан су ішіп қайта жауып қойдым. Қазір сол керуен Танимдегі Байда деген жерде келе жатыр. Меккеге жақындап қалды. Керуенді бір боз түйе бастап келеді. Түйенің үстіне 2 қап артылған.
бірі қара, екіншісі ала деді. Жұрттың бәрі енді керуеннің келуін күтті. Көп ұзамай Танимдегі төбешіктен келе жатқан керуеннің қарасы көрінді. Керуенді бос түйе бастап келе жатты. Мүшіріктердің таңданыстарында шек жоқ. Енді үстінде 2 қап бар екен. Енді түйенің үстіндегі қапты көргілері келді. Шынымен де бос түйенің үстінде 2 қап бар екен. Бірі қара, екіншісі ала. Мүшіріктер ерінбей екінші керуенді де тексермек болды. Меккеде сол керуенді тауып үркіп қашқан түйе және су құйылған ыдыс туралы сұрастырды. Шынымен де жолда бір түйе үркіп қашты. Бізге оны белгісіз бір адам тауып берді. Суды да түнде белгісіз біреудің ішіп кеткені анық, деп керуендегілер ағынан жарылды. Құрайыштықтардың Ақса мешітін сипаттап беруін сұрауы. Мынадай айқын дәлелдерден кейін Құрайыштықтар әбден састы. Пайғамбарымызды мойындайын десе, еселері кетіп қалатыны анық. Ал қарсы дау айтуға сөзінен бір өтірік таба алмай шарасыз күйге түсті. Ақса мешітіне бардым дейсің, онда бізге сол мешітті суреттеп бер. Қанша есігі, қанша терезесі бар екен, деді арасынан біреуі жол тапқандай қуанды. Дұрыс айтады, суреттеп берсін мешітті, деп басқалары да шу ете қалды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Ақсаға барғанымен есік терезелерін түгендеп жатты дейсіз бе? Қанша есік терезесі бар екен қайдан білсін? Бірақ Алла тағала пайғамбарымызды ешқашан қиын қыстау сәттерде жалғыз қалдырмаған. Өйткені өзінің сүйікті елшісі арқылы адамзаттың ортақ дінін күллі әлемге жаймақ. Сондықтан сол сәтте пайғамбарымыздың көз алдына Ақса мешітінің бейнесі келіп, толық сұлбасы есік терезесіне дейін анық көрінді. Алла елшісі мүшіріктердің әрбір сұрағына осы бейнеге қарап отырып мүдірместен жауап берді. Мүшіріктер бұл жолы да пайғамбарымыздан айлаларын асыра алмады. Осы кезде Қағбаның жанынан өтіп бара жатқан Абу Жахел пайғамбарымызды айнала қоршаған халықты көріп, әдейі бұрылып келіп, жұртты жинап алып, тағы не айтып жатырсың, деді. Алла тағала мені түннің бір сәтінде Байтул Мақдис мешітіне апарды. Бір түннің ішінде барып келдім дегенің таза өтірік. Ол жаққа кеткен адамның бір түн түгілі бірнеше күнде әрең жететінін білмеймісің? Өтірік ештеңесі жоқ. Барлық пайғамбарлармен бірге сонда намаз оқыдық. Мен қазір елдің бәрін жинайын. Сен осы сөзіңді жұрттың алдында айт, деді Абу Жахел қулық ойлап. Алла Расулы онсыз да таңертеңнен бері жұрттың бәріне мұны қалай жеткіземін деп жүр емес пе? Келісе кетті. Абу Жахел кісі жібертіп елді жинай бастады. Әзірет Әбу Бәкірдің туралығы. Бұл жаңалықты Меккеде естімеген адам қалмады. Мүшіріктер енді келіп Әзірет Әбу Бәкірдің басын айналдырмақшы болды. Басқа уақытта сенсе де бұл жолы Мұхаммедтің айтқанына досы да сене қоймас деп топшылады. Бірнеше адам жиналып Әбу Бәкірдің үйіне әдейі іздеп барды. Уа Атиқ, сенің Мұхаммедті жақтайтыныңды білеміз. Айтқандарының көңілге қонымды жерлері де бар. Бірақ бүгінгісі бұрын айтып жүргендерінен мүлдем басқаша. Естісең, өзің де таң қаласың, тіпті ақылға сыймайды. Әзірет Әбу Бәкір мұндай сөздің төркінін түсіне алмады. Не айтыпты сонда? Бір түннің ішінде Байтул Мақдиске барып келдім, пайғамбарлармен намаз оқыдым дейме, әйтеуір айтпағаны жоқ. Басқа бір түннің ішінде ит өлген жерге барып келдім дегенге кім сенсін? Сірә есінен адасайын деген екен, деп екінші біреу қостай кетті. Мән жайды түсінген Әзірет Әбу Бәкір, мұны Мұхаммедтің өзі айтты ма деп сұрады. Я, өзі айтты. Онда расымен де болғаны, осыны өтірік дегілерің келіп тұрма? Оған таңертеңнен кешке дейін көктен хабар келіп тұратынын да білемін. Егер бұны Мұхаммед айтса, онда ол шындық, деді. Әзірет Әбу Бәкір кез келген нәрсенің дұрыс-бұрысын көзінің қарашығы һәм көңілінің сәулетшісі Мұхаммед Әминнің айтқандарымен анықтайтын.
сол үшін де мүшриктердің сөзіне еріп кетпеді. Сыддық мәртебесінің шыңы осы болса керек. Расында да сол күннен кейін ол Сыддық деп атала бастады. Артынан істің анық-қанығын білу үшін дереу Қағбаға беттеп Алла елшісіне өзі барды. «Уа Расулалла, сен мыналарға түнде Бәйтул Мақдиске барып келгеніңді айттың ба?» дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам «Иә» деп жауап берді. Әзірет Әбу Бәкір: «Қалай барғаныңды маған да айтшы, мен де ертеректе ол жерге барғанмын» деді. Пайғамбарымыз әңгімесін айтып жатқанда Әзірет Әбу Бәкір: «Иә, дәл солай, сенің айтқаныңның бәрі ақиқат екендігіне куәлік етемін» деді. Әбу Бәкір: «Сен нағыз сыддықсың» деген пайғамбардың сүйсініп берген осы бір атауы енді қиямет күніне дейін есімімен бірге аталатын болды. Намаз уақыттарының анықталуы. Миғраж кезінде намаз парыз ретінде бекітілді. Мүміндер де намаз арқылы өзіндік бір кіші миғражға көтерілу мүмкіндігіне ие болды. Көп өтпей Жәбірейіл періште пайғамбарымызға Алла тағаладан намаз оқуды бұйырған уахи алып келді. Бірақ онда намаздың қалай және қай уақытта қанша рәкат оқылатыны толық айтылмаған еді. Пайғамбарымыз Хира үңгіріндегі кездесуден кейін тек 2 уақыт қана 2 рәкатта намаз оқитын. Кейін тахажуд намазы да парыз етілген болатын, ал бүгінгі мына намаздың жөні басқа. Күн сәскеден ауғанда Жәбірейіл намазға тұрды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам да оның артынан намазға ұйыды. Бесін намазының уақыты бітіп, екінті намазының уақыты кірді. Әрбір нәрсенің көлеңкесі өзінің бойымен теңескен уақытта екінті намазы оқылды. Күн батқаннан кейін шам намазын, батқан күннің шапағы көзден ғайып болғаннан соң құптан намазын жамағатпен оқыды. Түннің қараңғылығы сейіліп, аспан енді бозара бастағанда таң намазына тұрды. Осылайша Жәбірейіл Алла елшісімен саллаллаху алейхи уассалам бір күннің 5 уақыт намазын толық оқып шықты. Жәбірейіл періште мұнымен шектелмеді, 5 уақыты кіргенде қайтып келді. Бұл кезде күн сәскеден әбден асып, заттың көлеңкесі өзінің бойымен теңескенді. Екеуі қайта сап түзеп жамағатпен намаз оқыды. Сонан соң заттың көлеңкесі 2 есе ұзарғанда екінті намазын, күн батқанда шам намазын, түннің 3-тен 2 бөлігі өткеннен кейін құптан намазын, ал күн шығардың сәл алдында таң намазын оқыды. Осы 2 күндік намаз сабағынан кейін Жәбірейіл Мұхаммед Аминге қарап: «Уа Мұхаммед, намазды кешегі мен бүгінгі оқыған уақыт арасында оқы» деді. Исра мен Миғраж оқиғасы иман мен күпірліктің арасындағы айырмашылықты айқын көрсетті. Қарсы шыққандар өздерінің қараңғылық тұмшалаған дүниелерінің тамұғына бұрынғыдан бетер тұншыға берді, ал мұсылмандар жігерленіп, имандары күшейген үстіне күшейе түсті.